Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видео астындағы бір лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз қабат олардың қабырғаларына тисін. Бізге қосылыңыздар, біз сізге ең жақсы видео жалғастырамыз. Ал ендеше бастадық. Терезеден секіріп кетті. Алматыда бірнеше әйел бойжеткенді жезөкшелікпен айналысуға мәжбүрлеген. Жаға ұстарлық оқиға Абылай хан көшесіндегі жалдамалы пәтерде болған. Қалаға жұмыс іздеп келген жас қызды құрбысының таныстары алдап үйінен шығарып, кейін соққыға жықты. Одан кейін жезөкшелікпен айналысуға мәжбүрлеген. 3-ші қабаттан секірген бойжеткен аман қалды, бірақ 2 айдан бері төсекке таңылып жатыр. Оның қолы, саусақтары, 2 аяғы мен арқасы сынып, зақымданған, миы шайқалған деп хабарлады Немалчи қоры. Анасының айтуынша, қызы дұрыс ұйықтай алмайды, ал полицейлер істі тергеуге асықпай отыр. Бұл оқиға жайлы толығырақ сайтымыздан оқыңыз. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.